Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздерге осындай үлпілдек, жұп-жұмсақ, ортасы толық пісіп шығатын американдық панкейктердің жасалу жолымен бөлісемін. Видеоны қарамас бұрын лайк басып подписация етуді ұмытпаңыз. Панкейк жасау үшін бізге 2 жұмыртқа, 300 мл сүт, 1 шай қасық сода және 4 ас қасық қантпенен 1 ас қасық сұйық май және ұн қажет болады. Ең әуелі жұмысымызды 2 жұмыртқаға шым-шым тұз қосып, жақсылап венчикпен араластырып, қопсытып алудан бастаймыз. Жақсылап араластырып алған жұмыртқамыздың үстінен 4 ас қасық қантымызды қосып, 2 есе ұлғайғанша тағы да венчикпен араластыратын боламыз. Венчиктің көмегімен жақсылап араластырып алған жұмыртқамыздың үстінен 300 мл сүт қойып, тағы да бір араластырып алатын боламыз. Әрине, венчикпен араластырған біршама уақытты алады. Үйіңізде миксер болатын болса, міндетті түрде миксермен істегендеріңіз негізінде тиімдірек. Жұмыртқамыз бен сүтімізді жақсылап араластырып алған соң, үстінен аз-аздан ұн сала отырып, біркелкі пирог секілді масса жасап алатын боламыз. Массамыз біршама қоюлана бастаған кезде үстінен 1 ас қасық содамызды қосып, жақсылап оны да араластырып, венчиктің көмегімен қопсытып алатын боламыз. Содамызды салып жақсылап қопсытып алған соң, осындай біркелкі масса пайда болады. Тым сұйық емес, не тым қою емес. Осы дайын болған массамыздың үстінен 1 ас қасықтай сұйық май қосып, жақсылап араластырып, біркелкі масса жасайтын боламыз. Міне осындай сұйықтықта болады. Дайын болған массамызды орташалауда қызып тұрған тапамызға құйып, 2 бетін қызартып, пісіріп алатын боламыз. Панкейгіміздің бірінші беті пісіп шыққанын, осылай көбіктер шығып, тесіктер пайда бола бастағандығынан білсек болады. Осы сәтте екінші бетіне алмастырып, екінші бетінде пісіріп алатын боламыз. Қаншалықты асты толық пісіп шықса, соншалықты аударған кезде де өте жеңіл болатын болады. Ал міне достар, осымен біздің американдық панкейктеріміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып подписация етуді ұмытпаңыздар.